Сәлеметсіздер ме? Сіздерге бүгін мен осындай керемет көктемге арналған шапканы ұсынып отырмын. Қараңыздар, қандай әдемі, төбесінің жабылуы өзі ерекше. Шапка луковка деп аталады. Егер сіздерге ұнап жатса, менімен бірге болып ары қарай тоқыңыздар. Шапкамызға қажетті материалдарға келетін болсақ, ол жіп. Менде жіп, бобинадағы жіп, 1400 метр 100 граммда. Мен 6 қабаттап тоқимын. Біз 3,5 мм. Жіптің құрамына келетін болсақ, 30% кашемир, 70% бебе-як. Осындай жіп. Мен орап алдым. Осылай тоқимыз. Тоқымас бұрын үлгі тоқып аласыздар, өздеріңізге қажетті бізбен. Содан кейін осы үлгіні есептейсіздер. Мен есептегенде менде 1 сантиметрде қанша ілмек келеді десеңіздер, 1 сантиметрде 2,3 ілмектен келеді екен. Олай болса, бізге өзімізге қажетті ілмектер санын терейік, содан кейін тоқуды бастайық. Шапканы тоқуға кез келген өздеріңізге ұнаған жіпті алсаңыздар болады. Ол менікінде ол міндетті емес. Әркім өзінде бар жіппен тоқиды. Сондықтан қазір ілмекті тереміз. Енді менде 52 сантиметрлік бас өлшеміне 112 ілмек теріп аламын. Ілмектерді кәдімгідей классикалық түрде осылай теріп шығамын. Енді осылай өзімізге қажетті ілмектер санын тереміз. Мен 112 және 1 ілмек артық теремін, яғни 113 ілмек. Ол ілмек бізде ілмектерді айландыра қосу үшін қажет болады. Олай болса, әркім өзіне қажетті ілмектер санын теріп шықсын. Міне мен қажетті ілмектерді тердім. Сосын бізді екі жақ ортасынан шығарып алдым. Енді қараңыздар. Ең бірінші тоқыған ілмегімізді аламыз да, оны екінші жақ бізге былай өткіземіз. Содан кейін ең соңғы терген ілмегімізді сол ілмектің үстінен асырамыз. Мына жерде жіпті тартамыз. Сосын бізде шапка қайырлады, бірақ та міне қараңыздар, менде оң жағы сыртында тұр. Себебі ең соңында біз төбесін жауып болғаннан кейін шапканы кері айландырамыз, яғни ішін сырт қылып киеміз. Сол үшін қазір мына оң жағы осылай сыртында тұруы қажет. Енді тоқуымызды бастайық. Ол үшін бір жақ бізді шығарып аламыз. Енді кәдімгі бірде-бір резинкамен мен оң ілмектерді алдыңғы қабырғасынан тоқимын осылай. Теріс ілмекті артқы қабырғасынан. Осылай бір резинкамен, яғни бір оң, бір теріс ілмектермен тоқып шығамыз. Оның еш қиындығы жоқ, оны барлығы тоқуды біледі. Міне, осылай бірде-бір резинкамен 21 сантиметрдей тоқимын мен. Одан кейін сіздерге төбесін жабатын кезде кездесемін. Ары қарай ешқандай қиындығы жоқ, осылай резинканы жалғастыра бересіздер. Міне мен 21 сантиметр тоқыдым. Егер сіздерде бас өлшемі менікінен үлкен болса, онда тағы да 2-3 сантиметрдей ұзынырақ тоқисыздар. Енді қараңыздар, бізге төбесін жабуды бастау керек. Ол үшін менде барлық ілмектерді екіге бөлдім. Сонда менде мына маркерден мына араға дейін 56 ілмек, және мына жағы 56 ілмек. Яғни 112 ілмекті екіге бөлгенде 56 ілмек. 56-шы ілмек ол менде міне теріс ілмек. Ол теріс ілмекті мен былай белгілеп қойдым.
Мына жағында да дәл солай. Қатардың басы менде мына арада. Міне, басталып тұр қатардың басы. Енді қазір біз маркерге дейін тоқимыз. Кәдімгі резинкамызбен маркерге дейін екі ілмек қалғанға дейін тоқимыз. Содан сол жерде бізде алғашқы қысқартуымызды жүргіземіз. Олай болса, осыған дейін тоққандай бірде-бір резинкамен маркерге екі ілмек қалғанға шейін тоқыңыздар. Міне маркерге келдік. Маркер бізде теріс ілмекте тұр. Оның алдында бір теріс, бір оң ілмек тұр. Енді біз қазір қысқартуды оң жаққа қарай жасаймыз. Ол үшін мына теріс ілмекті айландырып алу керек. Сосын екі ілмекті бірге алдыңғы қабырғаларынан алып, осылай бірге тоқимыз. Ары қарай бізде теріс ілмегіміз. Енді келесі екінші жағында қысқартуды бізде тағы да бір оң, бір теріс ілмек тұр. Бұл жерде оң ілмекті айландырамыз да, екеуін біз бұл кезде сол жаққа қарай жасаймыз қысқартуды. Сонда артқы қабырғасынан осылай тоқимыз. Бізде енді алғашқы қысқартуымызды жасадық. Енді қазір дәл осылай екінші жақтағы маркерге екі ілмек қалғанға дейін тоқимыз. Міне екінші жақтағы маркерге жеттік. Екі ілмек қалды. Тағы да теріс ілмекті айландырамыз да, алдыңғы қабырғасын алып бірге оң ілмек етіп тоқимыз. Одан ортадағы теріс ілмекті тоқимыз. Одан кейінгі ілмекті сол жаққа қарай тоқимыз дейік. Сол үшін бұл кезде оң ілмекті айландырып артқы қабырғасынан тоқимыз. Енді ары қарай өрнек бойынша тоқи береміз. Бірде-бір резинкамен қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Сосын сіздермен екінші қатарда жолығамыз. Екінші қатарға келдік. Екінші қатарда біз тек қана ілмектерді өрнек бойынша тоқимыз. Яғни екінші қатарда ешқандай қысқарту жасамаймыз. Міне мен екінші қатарды тоқып болып, үшінші қатардың маркерге дейін тоқыдым. Енді қараңыздар, бұл үшінші қатарда бізде екі оң ілмек тұр. Бұл жерде еш ілмекті айландырмай, тек алдыңғы қабырғасынан алып, осылай тоқимыз. Сосын теріс ілмегіміз ортаңғы. Одан кейін екі тағы да оң ілмек тұр. Бұл жерде екеуін де айландырамыз. Міне, енді келесі маркерімізге дейін тоқимыз. Ол жерде мен сіздерге тағы бір рет көрсетемін. Міне екінші жақ маркерге келдік. Тағы да екі оң ілмек алдыңғы қабырғасынан алып, оң жаққа қарай осылай тоқимыз. Сосын теріс ілмегіміз. Одан кейін тағы екі оң ілмек тұр. Оның екеуін де айландырамыз. Сосын оны артқы қабырғасынан тоқимыз. Міне енді осы үшінші қатарды соңына дейін тоқисыздар. Одан кейін осылай бір қатар қысқартып, бір қатар қысқартпай, мен мына жерде 50, жалпы бізде 52 ілмек қалғанға шейін тоқимын. Ол ілмектер санын қалай шығарды, мен сіздерге қазір көрсетемін. Міне қараңыздар, менде ілмектер саны 112, одан 55% аламын, сонда менде 50 ілмек шығып тұр. Енді 50 ілмекті мен 4-ке бөлсем, ол менде қалдықсыз, яғни бөлінбейді екен, қалдықпен бөлінеді. Сол себепті мен мына 50 ілмекке 2 ілмек қосамын, сонда ол 52. 52-міз 4-ке бөлінеді. Енді осы 112 ілмектен 52-ін алғанда бізде 60 ілмек. 60 ілмегімізде бізде 4-ке бөлінеді. Яғни мен қазір
жалпы қысқарту 15 қатар тоқимын, одан кейін сіздермен қайта жолығамын деген сөз. Яғни менің бізімде 52 ілмек қалғанға шейін. Осылай есептеп өздеріңізге қажетті қатарлар санын тоқисыздар, содан мен сіздермен қайта жолығып, ары қарай қалай тоқитынымызды айтамын. Міне қараңыздар, мен қысқартуды осылай келдім. Менде 52 ілмек қалды. Енді ары қарай қысқарту бізде әрбір қатарда болады. Яғни осыған дейін бір қатар қысқартып, екінші қатар өрнек бойынша тоқысақ, осы жолы әр қатарда қысқарту жасаймыз. Және қысқартуды қаншаға дейін жасаймыз. Менде қазір 52 ілмек. Осы 52 ілмектің жартысын, яғни 52-ні 2-ке бөлсем, ол 26 ілмектен келеді екен, бірақ 26 ілмек бізде 4-ке бөлінбейді. Сондықтан 28 ілмекті қысқартамын, соңға дейін тоқимын. Сіздер өздеріңіздің ілмектеріңізді 2-ке бөліңіздер. Егер 2-ке бөлген кезде 4-ке бөлінетін болса, сол ілмектерді тоқисыздар. Егер 4-ке бөлінбесе, тағы да 2 ілмек қосып тоқсаңыздар болады. Онда осыған дейін қысқартқандай мына ілмектерді қысқартамыз, тек әрбір қатарда. Сосын сіздермен қайта жолығамын. 28 ілмекті қысқартқаннан кейін менде 24 ілмек қалды. Енді қалған ілмектерді 2 ілмектен бірге тоқып шығамыз. Енді барлық ілмектерді теріс ілмек етіп тоқимыз. Мен теріс ілмектердің барлығын айландырып алдым. Өйткені алдыңғы қабырғасынан тоқу үшін, ыңғайлы болу үшін. Міне бізде 24 ілмектен 12 ілмек қалды. Енді тағы бір рет тура осылай 2 ілмекті бірге теріс ілмек етіп тоқып шығамыз. Міне бізде 6 ілмек қалды. Енді мына жіпті қия берсек болады. Мына қалған ілмектерді жіптен өткізіп тастаймыз. Ілмектерді жіптен өткізіп алдық, енді оны осылай түйіп тастаймыз. Қараңыздар. Сосын мына жіпті осы жағынан жасырамыз, себебі мынау бізде ішкі жағы болады. Міне қараңыздар, осындай болып шықты, жіпті жасырып қойдым, енді ішкі жағын аударамыз осылай. Сонда бізде төбесі осындай болып шығады. Ортасындағы теріс ілмегіміз жаңа тоққан мында оң ілмек болып тұр. Әдемі шапкамыз шықты. Енді мынандай артық жіптерін жасырып, сосын жуып, кептіріп кие берсек болады. Мен артық жіптерін жасырып қойдым. Егер сіздерге бұл шапка ұнаса, менімен бірге тоқыңыздар. Және менің каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыз. Сонымен қатар лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Сіздермен болған аяулым. Келесі видеоларда жүздескенше.